Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Бүгін мен Барселона 2005 құрамымен сіздерді таныстыратын боламын. Бұл құрама 4-3-3 үлгісінде ойнайды. Қақпада Марк-Андре тер Штеген, әлемнің үздік қақпашыларының бірі. Осы жылда керемет бастады. Сол қапталдан ойнайтын ойыншы Альфонсо Дэвис, әлемдегі ең жылдам қорғаушы. Альбаның жоқтығын білдірмейді. Оң қапталда ойнайтын ойыншы Лейпцигтің ойыншысы Мукелеле, ірі денелі талантты ойыншы. Бірінші орталық қорғаушы Араухо, Ла Масия атлегі өте талантты ойыншы. Екінші орталық қорғаушы Эрик Гарсия, ол да Ла Масия атлегі. Бізде үш жартылай қорғаушы болады. Біріншісі Денис Закария, ол бұл командадағы бүкіл қара жұмысты атқарады. Екінші осы команданың капитаны Френки де Йонг, жас талантты ойыншы. Үшінші Дортмундтың жас жұлдызы Рейна. 2025 жылы оның жасы небәрі 22-де болады. Қазіргі Боруссияның басты ойыншыларының бірі. Бірінші шабуылшы ол Ансу Фати. Ол оң жақтан шабуыл жасайды. Барсаның басты ойыншыларының бірі. Осы жылы Барса сапында ең көп салған ойыншы. Екінші шабуылшы Усман Дембеле. Дембелеге қазір ешкім сенбейді, бірақ Дембеле соңғы ойында да көп гол салып жүр. 2025 жылы Барсаға көп көмектесу керек. Және команданың тоғыздығы Эрлинг Холланд. Болашағы зор ойыншы. Қазір Мбаппенің болашақтағы ең басты қарсыласы. Бұл құраманың бас бапкері Хави. Ойыншы ретінде өте ақылды болып қалыптасқан Хави қандай бапкер болады деген сұрақ маған да қызық. Менің ойымша Хави мықты бапкер болады. Себебі мықты бапкерлердің астында жұмыс істеді. Солай. Сау болыңыздар, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Әрине бұл тек менің болжамым. Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Чау-чау.